Ал енді логарифмнің келесі қасиеттерін қарастырайық. Логарифмнің а негіздегі x, y көбейту қалай ашылады? Егер де көбейтіліп тұрса, біз логарифм а негіздегі x дейміз де қосу деп логарифм а негіздегі y деп жазамыз. Бұған мысал келтіретін болсақ, логарифм деп жазайық. Логарифм а негіздің орнына мысалы 2-ні қояйық та, ал x пен y-дің орнына мысалы 2 мен 3-ті көбейте салайық. 2 көбейтілген 3 деп. Енді бұны ары қарай қалай жазамыз? Мына логарифм жазамыз. А негіз деп тұр ғой, негізі 2 бізде. 2-ні қоямыз. 2-ні жазамыз, мұны бірінші қосу дейміз. Логарифм. Мына 2 негізін қайтадан жазып қоямыз да 3 жасаймыз. Яғни кейде есеп осылай келуі мүмкін. Бұның барлығын шығарып отырмай, егер де негіздері бірдей болса, негізін бірдей қылдырып осылай жазып қоямыз да, ал дәрежелерінен шығатын, яғни логарифмді өстіп көбейтіп жаза саламыз. Бұл оңай жолы. Енді логарифм а негіздегі x бөлу y дейді. Бұл тең болады. Бөлу болса, логарифм а негіздегі x, азайту логарифм а негіздегі y деп жазамыз. Бұған мысалы мынандай болсын. Логарифм қайтадан 2-ні ала салайық. X пен y-дің орнына 8 бөлу 4 дейік. Яғни 8 4-ке бөлсек негізі 2 ғой. Жаза берейік. Енді келесі логарифм а негіз бізде 2-ге тең, x-іміз 8-ге тең. Азайту дейміз. Логарифм 2 дейміз. Мына 4-ті мына жерге қоямыз. Себебі ол y-дің орнында тұр, иә? Сонда бұлайды шығаруға болады, немесе осында есеп келсе, керісінше мына жаққа әкеп қоюға болады. Енді ең соңғы қасиеттердің бірі, логарифм а негіздегі x-дің n дәрежесі болса, мына негізден кейінгі тұрғанның дәрежесі логарифмнің алдына түсіріп жүрге болады. Мысалы, есеп мынандай дейік, логарифм 2 негіздегі 4-тің квадраты дейік. Яғни 2-нің неше дәрежесі 16-ға тең болады дейді. Біз білеміз неше екенін, бірақ та осы формуламен шығарайық. Мына тұрған нені дәрежені логарифмнің алдына шығарып жібереміз. Логарифм 2 негіздегі 4. Сонда бұдан шығады ары қарай 2 көбейту, мына 2 көбейту, логарифм 2-нің неше дәрежесі 4-ке тең болады? 2 дәрежесі. Сонда 4. Яғни 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең екен. Осылай 5 қасиет білесіздер.